Бүгінгі мастер-класста осы сакура гүлін тоқуды үйрететін боламын. Тоқылу жолы өте оңай. Кез келген жіптен тоқысаңыздар болады. Бұл гүлді тоқыған кезде двойной накид әдісімен тоқыдым. Бұл гүлді мен заколкаға декор ретінде қолданам. Басқа да көптеген заттарға декор ретінде өте әдемі тұрады. Ал сәттілік. Сізге осындай жіп керек болады. Ярнард джинс жібі және де осындай ақ түстен керек, ортасына сызықтарын тігуге. Ақ түсті жіптен немесе басқа түстен жіптен кішкене ғана болса болды. Бірінші кольцо амигуруми алып аламыз. Күрчекті кіргізіп, соң кольцоны айналдыра 6 столбик тоқимыз. Осындай шықты. Содан соң столбиктерді біріктіріп аламыз. Соң ауада 3 рет ілеміз. Жіпті 2 рет ораймыз. Осы жерден күрчекті кіргізіп, жіпті ораймыз. Күрчекке жіпті ораймыз. Осылай екеуін шығарып аламыз. Күрчекке жіпті ораймыз. Екеуін шығарып аламыз. Тағы да күрчекке жіпті орап, 2. Содан соң ауада 1 рет ілеміз. Міне. Және осы жіптен күрчекті кіргізіп аламыз. Соң жіпті орап, екеуі болады. Содан соң жіпті осылай шығарып аламыз біреуінен. Күрчекке 2 рет ораймыз жіпті. Содан соң дәл осы жерден күрчегімізді кіргіземіз. Екі жіпті шығарамыз. Күрчекке жіпті ораймыз. 2 жіпті шығарып аламыз. Содан соң тағы да күрчекке жіпті орап, екеуінен шығарып аламыз. Бір рет ілеміз. Содан соң және жіпті осылай. Содан соң тағы да күрчекке жіпті ораймыз. Дәл осы жерден
қашып тарап екеуін шығарып аламыз. Енді осы жерде мына жерде жіпті кіргізіп алатын еді ғой. Енді олай жасамаймыз. Ауада 3 рет ілеміз. Мынау келесі столбиктен крючокты күлтемізді бекітіп қоямыз. Бірінші күлте аяқталды. Тоқуды бастаймыз. Ауада 3 рет іліп аламыз. Содан соң крючокқа 2 рет ораймыз. Осы жерден бекіттік қой. Дәл сол жерден келесі күлтені тоқуды бастаймыз. Содан соң осы жерден кіргізіп аламыз. Келесі дәл осы жерден кіргіземіз крючокты. Екеуінен шығарамыз. Тағы да екеуінен шығарамыз. Ауада 1 рет ілеміз. Содан соң екі рет ораймыз. Дәл сол жерден 3-ші столбигімізді аламыз. Үш рет іліп, күлтені бекітеміз. Тағы да 3 күлтені тоқимыз. Бес күлте тоқып алдық. Енді соңғы күлтені тігіп аламыз ортасына. Келесін қалдым. Енді келесін сәл кішірек тігемін. Енді айналдыра тігіп шығамын. Гүліміз дайын болды.
енді бекітетін боламыз, арасына білдірмей. Артықша жіптерін арасына білдірмей бекітіп жіберетін боламыз. Аксессуар ретінде көп затқа қолдануға болады. Мен заколкаларға қолданамын, басқа да әдемі заттарға. Міне, ортасына осындай моншақ қойып жібереміз. Өте әдемі гүл болды.